келіп сізге діндегі правасын качать ететін әйелдің мүлдем қажет жоқ. Ол мейлі орамалда болсын, ол мейлі Құран жаттаған болсын, ол мейлі басқа болсын, одан да сіздің разылығыңыз дейтін, сіздің ата-анаңызға өзінің ата-анасына қарағандай қарайтын сондай жар іздеңіз. Сол жарда қайыр бар. Егер оның намазы, оның жаттаған Құраны, алған білімі, сол нәрсеге оны тәрбиелемеген болса, сіздің ата-анаңызға құрметпен қарауға тәрбиелемеген болса, онда ода қайыр жоқ. Ода ешқандай жақсылық жоқ. Қазір өкінішке қарай орамалды тағып алған, енді мүмкін артық болар бұл әңгіме, орамалды шайтандар деуге болады. Сондайлар көбейіп кетті өкінішке қарай. Орамалды тағып алған, бірақ тойларда секіріп билеп жүр. Орамалды тағып алған қанша отбасыларды бұзып жүр. Неше түрлі өздерінің курстарымен, марафондарымен, басқаларымен әйелдерге үйретіп жатқан. Егер сондайлардың сабағына тойып алған, соны ішіп, жеп, солардың сабақтарын кекірген кезде сол бағанағы марафондарының, әлі курстарын иісі шығып тұрған қыз болатын болса, ол жерден бағанағы екі аяқ киіміңізді қолыңызға алыңыз да қашып кетіңіз. Неге? Өйткені олар нені үйретіп жатыр? Сенің жеке пространствоң, сенің жеке құқығың, сенің самооценкаң, сенің анау, сенің мынау, күйеуің алдында сен анаға міндетті емессің, мынаға міндетті емессің. Қарасаң, бағанағы бірнеше байға тиіп ажырасқан, немесе мүлдем байға тимеген әйелдер қазір біздің әпке қарындастарымызға қалай бақытты әйел болуды, қалай бақытты өмір сүруді үйретіп жатыр өкінішке қарай. Солардың сабақтарының нәтижесінде қанша отбасылар ажырасып жатыр. Жұртқа сабақ береді, жұртқа имандылықты үйретеді, бірақ күйеуінің рұқсатынсыз мысалы сапарлатып жүр. Тіпті өкінішке қарай қазір махрамсыз менімен бірге умраға жүріңдер, менімен бірге қажылыққа жүріңдер деп әйелдерді жинап алып умраға қажылыққа алып барып жатыр. Сол бағанағы блогерлер, сол бағанағы жас әйел қыздар барып алады да, ол жақта әйтеуір ойы, есілдерді контент түсіру, тағы басқа қылу. Өкінішке қарай қазір орамалды осындай орамалына лайық емес әпке қарындастарымыз көбейіп кетті. Соларды қанша отбасылардағы әйелдер тыңдап жатыр. Тыңдап алып, кейін күйеуіне келіп провокация етеді. Шариғатта міндетті емес деген мәселе, ол бөлек мәселе. Бірақ біз Орта Азия халқы, біздің өзіміздің қалыптасқан менталитетіміз бар, түсінігіміз бар, салт дәстүріміз бар. Мүмкін басқа халықтарда ата-анасын қартайған жеке қалдырып, өздері жеке өмір сүре беретін шығар. Бізде ол ата-анаға опасыздық болып табылады, ата-анаға құрметсіздік болып табылады. Сол үшін де сондай нәрселерді үйретіп жатқан, соны үйреніп алған, сізге сондай әңгіме қозғайтын әйел болса, ол әйелмен бас қосудың, шаңырақ көтерудің қажет жоқ. Орамалдамы? Онда ол сол орамалына лайық болу керек. Ол Алла тағала үйреткен, исламды үйрететін әйел болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها. Егер әйел дейді 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, және күйеуіне бағынса, ар намысын сақтаса, қила лаха, оған айтылады дейді, удхулил жанната мин айи бабин мин абуабил жаннати ши'ти. Қалаған есігінен жаннатқа кір деп айтылады дейді. Міне бұл жерде күйеуіне бағыну айтылып жатыр. Өзінің правасын качать ету емес.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егер адамның адамға сәжде етуіне рұқсат болғанда, күйеуіне сәжде етуге әйеліне бұйырар едім деді. Осы бізге үйретіп жатқан ислам. Егер осы исламды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелге қатысты тағылымдарын қабылдайтын әйел болса, онда ол әйел сізге жақсы жары болады, бала шағаңызды дұрыс тәрбиелейді, сіздің ата-анаңызға жақсы мәміледе болады. Ата-анаңыздың разылығын іздейді. Және өзі бүгін қандай келін болса, ертең алдына Алла тағала сондай келін келтіретін ол біліп өмір сүреді. Сондай жар таңдаңыз. Сондай келін таңдаңыз. Балаңызға сол нәрсені үйретіңіз.